Достар, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздермен оразаның 7-ші күнінде кеспе көже дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Алдымен ет пен пиязды турап аламыз. Майымызды қазанға құйып, қыздырып, алдымен пиязды, одан кейін етті салып қуырамыз. Әбден қуырғаннан кейін үстіне суық су құйып қайнатамыз. Томат қоссаңыздар болады, ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді картошканы аршып, осылай ұсақтау қылып турап саламын. Етпен бірге 2 сағаттай қайнайды. Дәміне қарай тұз саламыз. Бұл сиырдың еті болғандықтан 2 сағаттай қайнау керек. Оған дейін мен кеспені илеп, бізге су, тұз және жұмыртқа керек. Осылай қамыр илеп, ұн себе отырып жайып, шетінен осылай ұсақ біркелкі қылып осылай кесіп шығамыз. Қолдан кесілген кеспе өте дәмді болып шығады. Мінекей 2 сағаттай біздің етіміз қайнап дайын болды, сорпасы. Енді осылай кеспені салып, жабыспас үшін араластыра отырып, бір бұрқ өткізіп қайнатып аламыз. Жасалу жолы өте оңай және өте құнарлы тамақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.